темірдей дисциплинаны өміріне енгізіп жүрген, салмақ қосып жүрген мұғалімнің таңғысы осылай басталады. Каша, омлет және де перекусқа осындай белокқа өте бай перекус жасап жатырмын. Коктейль құрамында банан, жаңғақ, творог және де сүт пен кішкене бал қосамын. Сосын осы коктейльді жұмысқа өзіммен бірге құйып алып кетемін. Бір жағынан өте ыңғайлы. Тамақ салып алып, оны ыдысқа салып дайындап жүргеннен гөрі ары кетсе бір 3-4 минутта осындай белокқа бай, салмақ қосуға өте көмектесетін жақсы коктейль жасап алуға болады. Дәл осы блендермен маған шейкер сыйлыққа келген. Соған құйып алдым. Шашымды тарап, бетіме SPF-імді жағып жұмысқа шықтым. Сөмкемде не бар? Кітап, блокнот, блеск для губ, сумкамда бар үнемі. Және де коктейль мен су, MacBook. Жұмысқа келіп, ары-бері қарап, кім не істеп жатыр, бүгін негізі сағат бөлінеді деген нақты бекітіліп, бірақ болмады. Сонымен ары қарай өзімнің жобаларымды қолға алдым. Биыл мен үшін өте үлкен жұмыстар күтіп тұр. Бір жақсы жаңалық болып қалады деген үмітпен ары-бері жүрген жайым бар. Енді көреміз. Содан кейін, жұмыстан кейін әріптесім Жанар екеуміз киім алуға шықтық. Одан кейін жолда қарнымыз ашып кетті. Сөйтіп Кәусарға келгенбіз, бірақ Кәусарда өкінішке орай свет өшіп қалған екен. Сонымен Тимянға келдік. Тимянның ішін өте әдемі екен интерьері. Тамақтары өте дәмді. Әсіресе лимонад бізге қатты ұнады, бірақ енді бағасы өте қымбат екен. Содан кейін Эмитеге келіп сумка алдық. Жанар өзіне косметика алды, туфли алды. Мен өзіме Скарлеттен күшті киім алдым.